Мына оқушылар тұр. Біз не істеп тұрмыз? Мына газеліміз батып қалды қарға. Таңертең 8-де кететін оқушылар міне әлі тұр. Аян, қашан барамыз сабаққа енді? Оқушылардың бәрі жаурап қалды. Не тұрмыз қазір. Водителіміз күрек алып келем деді, оның артын қазып шығаруға. Bir жерде тұрамыз, балдар. Bir жерде тұрамыз. Жаураймыз, тұрыңдар bir жерде. Секіріңдер, жаурамайсыңдар. Аян секір. Біздің машинамыз әлі батып қалды, шыға алмай жатыр. Екі ит бір-бірінен қорқып. Біз әлі тұрмыз. 1 сағат болды қазір тұрғанымыз. Көмекке бір ағайдың машинасы келді. Шықты. Алла қаласа машинамыз. Батып атыр соның өзінде масқара. Бер тұрыңдар, балдар. Бер тұр. Мініңдер енді. Давайте. Аян. Бар, мін, давай, пока. Мініңдер бар. Құдай қаласа шықты машинамыз. Сабаққа баратын болды. Бізде осындай қар енді. Күн деген суық. Анау кішкене балдарды. Ойымдап қалдым кішкене балдарды. Өзім де сол жерде болдым. Аяғым деген кәдімгідей қатып қалды. Жаман жаурадым. Аллаға шүкір, оқушылар аман есен кетті мектептеріне. Келдім, шайдайын деп жатырмын енді. Айтайын дегенім осындай қарда ше. Хотя бы бір күнге кеше 2 күн бізде онлайн болды ғой енді. Бүгін пятница. Хотя бы бір күнге неғылса болады ғой, демалыс берсе болады ғой деймді. Жоғарда отырған адамдарды айтам да, енді осы заңды шығарғанша кеше енді 13-14 онлайн деп, 15 офлайн деді ғой енді. Өздерінің бірінші сыныптың балдарымен салыстырып көру керек етті. Өздері жылы жерде отырады, еще жұмыстарына машинасымен барады. Бірінші сыныптар олардың дәрежесінде емес қой. Осындай случай болып қалады мысалы. Жаңағыдай случай болады. Ол кезде не істейді екен деп ойламаймын екен деймді. Мақұлда біреулердің үйлерінде машинасы бар, біздің үйде машина жоқ. Бар болған жағдайда да айдайтын адам таңертең жұмысына кетіп қалады. Кеше мысалы ең бірінші қар жауған күні сабақтан қалды, апара алмадым. Себебі анау біз тұрған остановкаға дейін шығу үшін ол бала қарға кіріп кетеді. Ол күні вообще газельде шыққан жоқ. Сол таңғалатын сол жағдай. Сіздер не дейсіздер бұған?